Достар, ауылға көшу бойынша солтүстік Қазақстан Тайынша ауданы, ол мәдениет дейтін жер, өзімнің туған ауылым. Ол ауыл өте кішкентай, бір 30 үй бар ма жоқ па. Дегенмен мектеп 9 жылдық, және осы мектепті ұстап қалу мақсатында бізге бала саны жетпей жатыр, балалар керек. Сол үшін маған өте маңызды, мен баланың санына қатты қараймын. Көшіп келетін отбасыға, мысалы үшін сол ауылдан бір үйді сатып алып берем, кішігірім ремонтын бәрін жасап береміз да, бірақ ол үйдің иесі, мысалы үшін ер адам қолы стройканы білетін болса, мен өзім сол ауылдан жаңа үй салам ба деп отырмын. Демек, ол кісі жаңа үй салуға ат салысады, солай жұмыс жасайтын болады. Ал малды біз кейінірек алатын боламыз. Міне, әйелі мысалы үшін мұғалім сондай бір нәрсе болса, немесе медбике, ол мектепке жұмысқа кіре алады, мүмкіндіктер бар. Ер адам мысалы үшін қысты күні ер адамда кіруге болады, күзетші болып, катчигар болып. Болмаса бізде мал бағатын адамдар да керек. Ауылда ондай нелер бар, кәсіпкерлер бар. Стройканың жағымен де мысалы үшін жақын арада айналысатын болсақ, осы үй сатып алғаннан кейін жаңа үйді салам деп шешімге келіп жатсам, мінекей ол да біраз жұмыс болайын деп тұр. Сондықтан бұлай келісім шарт болады, жоқ дегенде 3 жылға келісім шарт болу керек. Яғни қыз суық екен, анау екен деп, отын көмірін өзім алып берем сол көшіп келген отбасыға. Ал тамағын өздері істейді. Зарплатасын келісеміз, бірақ қараңыздар, қаладан кем болмайды, мінекей. Осындай бір келісетіндер болса, онда маған инстаграмға жазыңыздар. Инстаграм мен қазір сторисқа белгілеп кетем. Сол жерге жазсаңыздар тез жауап беремін. Өйткені мына жерде 150 сообщение, 150 адамнан. Ол 5-6 сұрақты қайта қойады ғой. Ол қиын маған. Уақыт та аз. Рахмет.